Енді немесе тұмаудың алғашқы белгілері пайда болғанда бірден не істерін білмей қалады. Кейде дұрыс емес әрекеттер жасап, ауруды одан әрі созып алатынымызды байқамаймыз. Шын мәнінде, ағза өздігінен сауығуға тырысады, тек оған кедергі келтірмей, керісінше көмектесу керек. Мысалы, дене қызуы көтерілсе, оны бірден түсіруге асығамыз. Бірақ қызу, ағзаның вирусқа қарсы қорғанысы. Ол вирустың көбеюін баяулатады, иммунитеттің жұмысын күшейтеді. Сондықтан жеңіл және орташа температурада ең бастысы тоңбау, жылы жату, ағзаны салқындатпау. Кейде адамдар вирус болса да антибиотикке жүгінеді. Бұл үлкен қателік. Антибиотик тек бактерияға қарсы жұмыс істейді, вирусқа әсер етпейді. Керісінше иммунитетті әлсіретіп, ішектегі пайдалы микрофлораны бұзады. Егер қандай да бір жағдайда антибиотик ішуге мәжбүр болсаңыз, қатарынан пробиотик қабылдау маңызды. Тағы бір жиі кездесетін қате, шектен тыс тазалық. Бәрін залалсыздандырып, қолды қайта-қайта антисептикпен сүрту иммунитетке кері әсер етеді. Терінің өзінде де пайдалы бактериялар бар, олар ағзаны қорғайды. Әсіресе балалар үшін табиғи ортада өсу, иммунитеттің қалыптасуына өте қажет. Ең алдымен иммунитетке көмектесетін екі нәрсені есте сақтаған жөн: мырыш пен С дәрумені. Бірақ С дәруменін таблеткамен емес, табиғи жолмен алған дұрыс. Лимонды өз қалпында жеген әлдеқайда пайдалы. Себебі дүкенде сатылатын дайын лимон шырыны өңдеуден өтеді, ал С дәрумені ыстыққа да, ауаға да өте сезімтал. 1-2 лимонның өзі ағзаға қажет мөлшерді бере алады. Келесі маңызды нәрсе алма сірке суы. Ол ағзаның ішкі ортасын сәл қышқылдандырып, фагоцит деп аталатын жасушалардың жұмысын жандандырады. Бұл клеткалар микробтарды тазалауға көмектеседі. Яғни иммундық жүйе тезірек іске қосылады. Сарымсақты да ұмытпаған дұрыс. Бұл вирусқа қарсы ең күшті табиғи құралдардың бірі. Ол бактерияға да, грибоктарға да қарсы әсер етеді. Сарымсақты сорпаға қосып ішуге болады немесе ұсақтап жеп алуға болады. Ең бастысы, оны аурудың ең алғашқы белгісі шыққан сәтте қолдану. Аурудың артында көбіне стресс жатады. Көңілдің күйзелісі, уайым, шаршау бәрі иммунитетті әлсіретеді. Сондықтан қолдан келгенше сабыр сақтап, тыныштыққа көңіл бөлген жөн. Сонымен қатар қантты шектеген дұрыс. Өйткені олар бактериялардың көбеюіне жағдай жасап, ауруды ұзаққа созылуына әкеледі. Бір маңызды нәрсені түсініп алу керек: неге бір адам ауырады, ал екіншісі ауырмайды? Бұл ағзаның ішкі қорғаныс күшіне байланысты. Егер адам өзін жақсы сезініп жүрсе, шаршамаған болса, иммунитеті мықты болса, инфекция жұқпай өтіп кетеді. Сондықтан егер өзіңізді әлсіз сезініп тұрсаңыз, ал алда жол жүру, ұшаққа отыру сияқты жағдай болса, алдын ала мырыш яғни цинк ішіп, лимон жеп, аздап алма сірке суы мен сарымсақ қолдану пайдалы. Сонымен бірге ағзаға бірден ауыр тамақ бермей, жеңіл режимге көшкен жөн. Интервалды ашығу, яғни біраз уақыт тамақ ішпеу, ағзаның қалпына келу процесін күшейтеді. Соңында ең маңызды нәрсе ұйқы. Жақсы ұйқы иммунитетті күшейтеді, ал ұйқысыздық керісінше ағзаны әлсіретеді. Сондықтан демалысқа мән беру сауығудың бір бөлігі. Ең бастысы, өз ағзаңызды тыңдай білу. Егер иммунитет мықты болса, адам вирусты оңай жеңеді. Осындай қарапайым әдеттерді уақытында қолдансаңыз, суық тиюді жеңіл өткізуге немесе мүлде асқындырмауға болады. Ағзаңызға сеніңіз, оған кедергі емес, тірек болыңыз. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына үлкен қолдау. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Бір адамға болсын пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.